Сәлеметсіздер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі 133 сабақ. Сабақтың тақырыбы өзіңді тексер деп аталады. Балалар, ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, осы видеоның астындағы қоңырауша белгісін басып қоюларыңызға болады. Сол кезде алда сабақтарды оңай табатын боласыздар. Ал олай болса сабағымызды бастайық. Бірінші жаттығу: көп нүктенің орнына зат есімнің алдындағы сын есімдерді қойып жаз. 2 бағанды салыстыр. Таза ауа, ақ мақта, жазық дала, жақсы бала деген сөздер берілген. Ал енді екінші бағанға осы сын есім мен зат есімнің орнын ауыстырып жазып көрейік. Ауа таза, мақта ақ, дала жазық, бала жақсы. Қай бағандағы сөздер сөйлем екенін, қай бағандағы сөздер сөйлемге жатпайтынын дәлелде. Балалар, бірінші бағандағы, яғни нақты сөйлемді беріп тұр. Ал екінші бағанда затты сипаттап тұр. Яғни ауаның таза екенін, мақтаның ақ екенін. Ал бірінші бағанда бұл нақты беріліп тұр. Сондықтан да бұл бірінші бағандағы сөйлем болып табылады. Екінші жаттығу: кестенің көмегімен өзің пайдаланып жүрген бір құралды сипаттап жаз. Ол үшін оның ерекше белгілерін көрсет. Бірінші заттың атауы, екінші түсі, үшінші пішіні, төртінші көлемін жазамыз. Мысалы, допты алып көрейік. Заттың атауы доп, түсі ақ, пішіні домалақ, көлемі үлкен. Балалар, осылай өздерің қолданып жүрген кез келген затты сипаттап жазып көрулеріңе болады. Үшінші жаттығу: жаңылтпашты жадқа жаз. 40 құлып, 40 құрық. Құлыпта 40, құрықта 40. Сан есім мен зат есімнің байланысын сызбамен көрсет. Балалар, бұл жерде 40 сөзі қанша деген сұраққа жауап береді. Сан есім құлып не деген сұраққа жауап беріп, зат есімнің қызметін атқарады. Сондықтан да сан есім зат есіммен байланысып тұр. Келесіде де 40 пен құрық, яғни 40 қанша, сан есім, құрық не деген сұраққа жауап береді. Бұл зат есім. Бұл жерде де сан есім зат есіммен байланысып тұр. Құлып 40, құрық 40. Бұлар да, яғни зат есім, бұл жерде сан есіммен байланысып тұр. Демек, екі жолында сан есім зат есіммен байланысса, соңғы екі жолында зат есім сан есіммен байланысып тұр. Төртінші жаттығу: сөздерді сөз таптарына топтап жаз. Балалар, сөз таптары дегеніміз зат есім, сын есім, сан есім және де етістік. Бірінші зат есім кім, не деген сұраққа жауап береді. Бұл жердегі зат есімдер күнделік, құрт, ірімшік, кенші деген сөздер. Сын есім қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Бұл жердегі сын есімдер сары, жаман, кең, ащы деген сөздер. Сан есім қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Бұл жердегі сан есімдер мың, алтыншы, екі, бесеу деген сөздер. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Ал бұл жердегі етістіктер жиналды, ұмыта алмады. Бесінші жаттығу: сөз таптарын өзара салыстыр. Балалар, сөз таптары 4-ке бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім және сан есім болып. Енді қазір өзгешеліктеріне тоқталайық. Зат есім заттың атын, атауын білдіреді. Кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Зат есімге мысал келтіре кетсек, мысалы адам, кітап, доп, пышақ, қасық, ана, әке,
тағы басқа адам аттары мен жер су атаулары бұл зат есімге жатады. Келесі бізде етістік, бұл заттың қимылын білдіреді. Ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мысал келтіре кетсек, жүрді, барды, келді, берді, жинады, отырды, тұрды, ұйықтады деген сияқты сөздер. Бұл заттың қимылын білдіретін сөздер етістік болып табылады. Келесі бізде сын есім, заттың сынын, сапасын білдіреді, көлемін, пішінін, түр-түсін білдіреді. Ол қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Мысалы, көк, қызыл, жасыл, сапсары, қып-қызыл, көкпеңбек, көгілдір, қап-қара, қоңыр деген сияқты, және де заттың сапасын білдіреді. Жақсы, жаман, көлемін білдіреді, үлкен, кіші деген сияқты. Бұлардың барлығы сын есім. Ал келесі бізде сан есім, бұл заттың санын білдіреді. Яғни оның сұрағы нешінші, неше, қанша, нешеу деген секілді сұрақтарға жауап береді. Мысал келтіре кетсек, 1-ші, 5-ші, 9-ші, 19, 21, 91, 3 деген сияқты. 20-ші деген бұл сан есім. Ал енді балалар, біз өзгешеліктерін айтып кеттік. Ал енді балалар ұқсастықтарына тоқтайық. Осы зат есім, етістік, сын есім, сан есім барлығы бірге қатысып, яғни байланысып, сөздің мағынасын ашады, бір-бірін толықтырып тұрады, және де сөз таптарына бірігіп, сөз бен сөздің байланысу арқылы сөйлем құрастырылады. Ұқсастықтары осында. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егерде осы сабақ сіздерге ұнаған болса, түсінікті болған болса, осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де видеоға лайк басып, видеоның астында қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Егерде басып қоятын болсаңыздар, келесі сабақтарды оңай табатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге тек сабақта 5-тік баға алуларыңызға тілектеспін.